Қанат аға біздің көшеге осыдан 5 жыл бұрын көшіп келген. Жалғыз басты, елулерді алқымдаған, шашына ерте ақ кірген ұзын бойлы жігіт. Көршілер онымен амандасуға да бата бермейтін. Өйткені оның көзқарасы тірі адамға емес, затқа қарағандай суық еді. Оның үйі біздің үйімен іргелес, тіпті аулаларымызды тек ескі ағаш қоршау ғана бөліп тұратын. Менің бөлмемнің терезесі оның ауласына қарайды. Соңғы бірнеше айда мен түн ортасында сағат 3-ке таман оның үйінің астынан шығатын жер астынан тұншығып жеткендей естілетін дірілді сезе бастадым. Ол дыбыс жай ғана мотордың гүрілі емес, ауыр нәрсені жермен сүйрегендей, сосын темірдің тордың салдырғанындай дыбыстармен ұласатын. Сол дыбыс басталғанда менің бөлмемнің едені сәл дірілдеп, ішіме белгісіз бір үрей ұялайтын. Түнде терезеден қарағанымда оның жертөлісінен кішкентай жермен жексен терезесінен сыртқа қарай қан қызыл түсті әлсіз жарық түсіп тұратынын көретінмін. Шілденің аптап ыстық күні еді. Ата-анам қалаға, туыстарының үйіне кеткендіктен үйде жалғыз қалдым. Кешкі сағат 8-дер шамасында аулада жүргенімде Қанат ағаның үйінің алдына қара түсті, терезелері қап-қара қаңылтырмен қапталған үлкен микроавтобус тоқтады. Одан 2 ер адам шығып, үсті басы матамен мықтап оралған, ұзындығы адам бойындай ауыр бір тік төртбұрышты жәшікті зорға көтеріп үйге қарай тасыды. Қанат аға жан-жағына алақ-жұлақ қарап, өте асығыс көрінді. Олар жәшікті ішке кіргізгеннен кейін жарты сағаттан соң әлгі машина зымырап кетіп қалды. Көп ұзамай Қанат аға да үстіне ұзын плащын киіп, қақпасын асығыс жауып, көшенің арғы бетіне қарай жүгіре басып кетті. Ол соншалықты асыққандықтан үйінің кіреберіс есігін де, ауланың кішкентай есігін де соңына дейін ілмей, жартылай ашық қалдырған екен. Жел соққанда есік қиқылдап ашылып, менің ішімдегі қызығушылық отын тұтатты. Сол сәтте мені қандай шок күтіп тұрғанын білгенімде артқа бұрылмай қашар едім. Аяғыма жеңіл тәпішкемді киіп, дыбыс шығармай көршінің ауласына өттім. Төңірек тып-тыныш, тек алыстан иттердің үргені ғана естіледі. Үйдің ішіне кіргенде мені біртүрлі жағымсыз иіс қарсы алды. Ол сыйлыққа берілген гүлдердің шіріген иісі мен ауруханадағы зарарсыздандырғыш хлордың әші иісінің қосындысы сияқты еді. Төргі бөлмеге баратын дәліздің оң жағында жертөлеге түсетін ескі ағаш есік тұр екен. Ол да ашық. Төменнен әлгі мен түнде көретін қызыл жарық пен өзгеше жылы ылғалды ауа соғып тұрды. Баспалдақтар ескі әр басқан сайын сықырлап, жүрегімнің соғысын жиілете түсті. Мен қабырғаны сипалай отырып, төменге қарай 5-6 қадам жасадым. Суық тер маңдайымнан сорғалап, тамағым кеуіп қалды. Жертөленің еденіне табаным тигенде, мен үлкен бетонмен қапталған кең бөлмеге тап болдым. Бөлменің төбесінде тек 2 ғана қызыл шам жанып тұрғандықтан айнала көлеңкелі әрі үрейлі көрінді. Бөлменің ортасында металдан жасалған заманауи операциялық үстел тұр еді. Оның үстінде әлі кеуіп үлгермеген қою қара қоңыр түсті тақтар бар екен. Көргенімнен денем түршігіп кетті. Бұл қанның тақтары еді. Үстелдің жанындағы сөрелерде хирургиялық пышақтар, қысқыштар, ішіне белгісіз мүшелер салынған формалин құйылған шыны банкалар қаз-қатар тізіліп тұр. Қабырғаның бір шетінде алып темір тор орнатылған, оның ішінде ескі матрас пен адамды байлап тастауға арналған былғары қайыстар жатыр. Менің аяқ қолым дірілдеп, өкпемнен ауа жетпей қалғандай болды. Бұл адам азаптайтын орын ба деген ой басыма сап ете қалды. Бірақ ең қорқыныштысы бұл емес екен. Бөлменің түкпірінде әлгі жаңағы машинамен әкелінген үлкен жәшіктің матасы сыпырылып тастаған. Оның ішінен бойы 2 метрге жуықтайтын мөлдір қалың шыныдан жасалған, іші жасыл көкшіл сұйықтыққа толтырылған капсула шықты. Капсулаға көптеген
түтікшелер мен сымдар жалғанған, олар бір қалыпты гүрілдеп жұмыс істеп тұрған аппаратқа қосылған. Мен соған жақындап, ішіне қарағанда қорқыныштан шок болып, құлап түсе жаздадым. Сұйықтықтың ішінде адамға ұқсайтын, бірақ терісі мүлдем әппақ, саусақтарының арасында жарғақтары бар, бет әлпеті адам айтқысыз бұзылған бір мақұлық жүзіп жүрді. Оның көздері жұмулы болғанымен кеудесі бір қалыпты көтеріліп түсіп, тыныс алып жатқандай еді. Ол тірі болды. Осы сәтте менің қорқынышым шегіне жетіп, басым айналып кетті. Дәл сол сәтте мен шоктан есімді жия алмай тұрғанда, жоғарыдан үйдің сыртқы есігінің тарс етіп жабылған дыбысы шықты. Артынша ауыр аяқ киімнің тасырлаған дыбысы тура жертөлеге қарай жақындай бастады. Қанат аға оралды. Менің қашып шығатын жалғыз жолым осы баспалдақ қана еді, бірақ ол қазір жабық. Жан ұшыра жан жағыма қарадым. Бөлмеде тығылатын орын аз еді. Мен әлгі үлкен темірдің тордың артында тұрған, үстіне ескі брезент жабылған қораптардың тасасына қарай қойып кеттім. Денемді барынша кішірейтіп, тіземді құшақтап бүгілдім. Дем алуымның өзі маған бүкіл жертөлеге жаңғырып естіліп тұрғандай сезілді. Аузымды қолыммен мықтап қысып алдым. Қанат аға баспалдақпен төмен түсті. Оның жүзінде бұрынғы суықтықтан да зор қаталдық бар еді. Ол үстелге жақындап, үстіндегі пышақтарды бір-бірлеп алып, шүберекпен сүрте бастады. Оның әрбір қимылы маған өлім жазасын күтіп тұрғандай әсер етті. Ол шыны капсулаға жақындап, қолын оған тигізді де, "Көп қалмады балам, тағы бірнеше доза, сосын бәрі аяқталады", деп сыбырлады. Сосын ол кенеттен тоқтай қалды. Басын бұрып, мен тығылып тұрған бұрышқа қарай ұзақ қарай қалды. Оның өткір көздері қараңғылықты тіліп өткендей болды. Ол жерде біреудің барын сезгендей, баяу басып, мен жаққа қарай жүре бастады. Осы сәтте менің жүрегім тоқтап қалғандай болды. Ол маған 5 қадамдай қалғанда, жоғарыдан үйдің алдынан автокөліктің қатты белгі берген дыбысы естілді. Ол кілт тоқтап, сәл тоқтады да, ашулы кейіппен артына бұрылып, баспалдақпен жоғарыға тез көтеріліп кетті. Сыртқы есіктің жабылғанын естіген сәтте ғана мен өкпемді толтырып ауа жұттым. Еш ойланбастан орнымнан атып тұрдым. Бар күшіммен баспалдақпен жоғары жүгірдім. Үйдің ішімен өтіп, аулаға шыққанымда түнгі салқын ауа бетіме соқты. Мен өз үйіме қалай жүгіріп кіргенімді, есікті ішінен қалай құлыптағанымды білмеймін. Бөлмеме кіріп, көрпені бүркеніп алып, таң атқанша дірілдеп жылап шықтым. Мен көрген нәрсе түс емес, нақты шындық еді. Келесі күні мен бұл үреймен өмір сүре алмайтынымды түсіндім. Менің түрімді көріп шошыған анама бәрін жайып салдым. Ол басында сенбеді, бірақ менің дірілдеген даусым мен көзімдегі шынайы үрейді көріп, әкемді шақырды. Әкем дереу полицияға хабарласты. 2 сағаттан кейін көршінің үйін полиция мен арнайы жасақ қоршауға алды. Олар жертөлеге басып кіріп, Қанат ағаны қол кісенмен алып шықты. Мен терезеден қарап тұрдым. Көп ұзамай ол жерге арнайы медициналық қызмет пен ғалымдар киетін қорғаныс костюмдерін киген адамдар келді. Олар әлгі шыны капсуланы үлкен абайлықпен сыртқа шығарып, машинаға тиеді. Шындық сол күні кешке белгілі болды. Қанат аға бұрын халықаралық жабық биолабораторияда істеген ірі генетик ғалым екен. Оның жалғыз ұлы емделмейтін, теріні және ішкі мүшелерді тез ірітетін сирек генетикалық ауруға шалдыққан. Ресми медицина одан бас тартқан соң, әке байғұс есінен адасып, ұлын заңсыз жолмен жануарлар мен балықтардың генін қолдана отырып құтқармақ болған. Шыны ыдыстағы мақұлық оның танымастай өзгеріп кеткен, бірақ жасанды аппараттармен тірі тұрған өз ұлы еді. Ал үстелдегі қан мен мүшелер сәтсіз аяқталған трансплантациялық тәжірибелердің қалдығы болып шықты.
Қанат аға заңсыз медициналық тәжірибелер мен адам өміріне қауіп төндіргені үшін ұзақ мерзімге сотталды. Оның үйі қазір қаңырап бос тұр. Бірақ мен әлі күнге дейін түнде ұйықтай алмаймын. Көзімді жұмсам, әлгі қызыл жарық пен шыны артындағы мақұлықтың маған қарап тыныс алып тұрған сәті есіме түсе береді. Бұл шок менің балалық шағымды бір жолата ұрлап кеткендей болды.